Қайырлы күн. Мен Жамбыл облысы Байзақ ауданы Сарыкемер ауылы Сарыкемер мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Сатыбалдиев Айболмын. Биыл қазақтың бас ақыны, кемеңгер, ұлы тұлғамыз Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойын барша еліміз болып тойлап жатырмыз. Абай Құнанбайұлы жүректе қайрат болмаса. Жүректе қайрат болмаса, ұйықтаған ойды кім түртпек? Ақылға сәуле қонбаса, қайуанша жүріп нелтпек? Аспаса ақыл қайраттан, тереңге бармас үстірттер, қартының ойы шарт артқан, әдеті жеңіп күңгірттер. Біз Байзақ ауданының қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдері Абай Құнанбайұлының өлеңдерінен үзінді оқу эстафетасын Жамбыл облысы Жамбыл ауданының қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдеріне жолдаймыз. Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Қызылқайнар ауылы Жасөркен орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Қойшыбаева Сандуғаш Сәбиқызы. Биыл Абай атамыздың мерейтойына 175 жыл толуда. Осыған орай Абай атамыздың өлеңдерінен үзінді оқу эстафетасын Байзақ ауданынан қабылдап алып, Жуалы ауданына жолдаймын. Абай атамыздың 31-ші қара сөзі. Естіген нәрсені ұмытпастыққа 4 түрлі себеп бар. Әуелі көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде, я көргенде, ғибратланып, тұшынып, ынтамен ұғыну керек. Үшінші, сол нәрселерді ішінен бірнеше рет қайталап, көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселдері нәрселерден аулақ болу керек. Егер кез болса, салмау керек. Ой кеселдері, уайымсыз салғырттық, ойын күлкішілдік, я бір қайғыға салыну, я бір құмарлық. Бұл 4 нәрсе күллі ақыл мен ғылымды тоздыратқан нәрселер. Жамбыл облысы Жуалы ауданы Көлбастау ауылының Ахмет Байтұрсынов атындағы номер 13-ші орта мектебінің қазақ тілі және әдебиет пән мұғалімі Затыбек Нұржан Нұрлыбекұлы. Ұлы кемеңгер ақын Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына орай жыр оқу эстафетасын Жамбыл ауданындағы әріптестерінен қабыл алды. Алланың өзі де рас, сөзі де рас. Рас сөз еш уақытта жалған болмас, көп кітап келді Алладан, оның төрті. Алланың тамыры бар, сөзі де рас. Ананту оқымаған кісі бар ма, уақытүбехи дегенмен түсі бар ма? Алла өзгермес, адамзат күнде өзгерер. Жаңылық берді, ол сіздерге сөзді бар. Эстафетаны Қордай ауданындағы әріптестеріме жолдаймын. Мен Жамбыл облысы Қордай ауданы номер 4-ші Балжан Бөлтіріков атындағы мектеп-лицейдің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Абишева Мақпал Тәттібайқызы бұл эстафетаны Жамбыл облысы Жуалы ауданындағы әріптестерімнен қабыл алдым. Абай Құнанбайұлы әсемпаз болма әрнеге. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан. Сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тапты, бар қалан. Қайрат пен ақыл жол табар, қашқанға да қуғанға. Әділет, шапқат кімде бар, сол жарасар туғанға. Бастапқы екеу соңғысыз, біте қалса қазаққа. Алдың жалын, артың мұз, барар едім қай жақ. Мен бұл эстафетаны Жамбыл облысы Меркі ауданының қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдеріне жолдаймын. Біз Меркі ауданының қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдері Қордай ауданынан Абай атамыздың жырларын жатқа оқу эстафетасын қабыл алдық. Жастықтың оты қайдасың, жүректі түртіп қозғамай, ғылымның біліп пайдасын, дүниенің көркін болжамай, адамның тауып айласын, кісілікті ойламай, қаруын көңіл сайласын,
қолғыл түспес бойламай. Махаббат қызық, кім көрер, оның да дәмін татпаса. Бір жола басты кім берер, жаныңа қайғы батпаса. Осы эстафетаны Мойынқұм ауданындағы әріптестерімізге жолдаймыз. Жамбыл облысы, Мойынқұм ауданы, Жамбыл ауылы, Абай орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Ишанқұлова Гүлдана Абдулазиз қызы. Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына арналған челлендж эстафетасын Мерке ауданының мұғалімдерінен қабылдап алдым. Абай Құнанбайұлы, өлсем орным қара жер сыз болмай ма? Өлсем орным қара жер сыз болмай ма? Өткір тіл бір ұялшақ қыз болмай ма? Махаббат ғадауатпен майдандасқан, қайран менің жүрегім мұз болмай ма? Амалсыз тағдыр бір күн кез болмай ма? Біреуге жай, біреуге тез болмай ма? Асау жүрек аяғын шалыс басқан, жерін тауып артқыға сөз болмай ма? Осы челлендж эстафетасын Сарысу ауданының мұғалімдеріне жолдаймын. Қайырлы күн, құрметті қазақ елі. Мен Жамбыл облысы Сарысу ауданы Абылайхан атындағы мектеп-лицейінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Базарбаева Айнар Қуанышқызы. Қазақтың қайталанбас тұлғасы ұлы ақын Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына арналған Абай жырларын жатқа оқу эстафетасын ыстық ықыласпен Жамбыл облысы Мойынқұм ауданының қазақ тілі мен әдебиеті пән мұғалімдерінен қабыл алдым. Абай мұрасы біз үшін баға жетпес байлық болып табылады. Қалың елім қазағым қайран жұртым. Қалың елім қазағым қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа түсті мұртың, жақсы менен жаманды айырмадың, бірі қан, бірі май боп енде құртың. Бет бергенде шырайың сондай жақсы, қайдан ғана бұзылды сартша сыртың, ұқпайсың өз сөзіңнен басқа сөзді, аузыменен орақ орған өңкей қыртың. Абай қалың елі қазағының қамын ойлаған ақын еді. Ендеше өзіміз оқытып отырған шәкірттерімізді ұлт жанашыры етіп тәрбиелеуді негізгі мақсатымыз етіп алайық дегім келеді. Бұл кезекті эстафетаны тамылжыған табиғатымен тамсандырған Тұрар Рысқұлов ауданының қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдеріне жолдаймын. Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Құлан ауылы Құлан шағын орталықты мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Тасқанбаева Гаухартас Мелдебекқызы. Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған челлендж эстафетаны Сарысу ауданының қазақ тілі мен әдебиеті пән мұғалімдерінен қабыл алдым. Жасымда ғылым бар деп ескермедім. Пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді осыма, қолымды мезгілімен кеш сермедім. Бұл махрұм қалмағыма кім жазалы, қолымды бөксермесем өстермедім. Адамның бір қызығы бала деген, баланы оқытуды жек көрмедім. Бұл эстафетаны Талас ауданының қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдеріне жолдаймын. Жамбыл облысы Талас ауданы Қызыләуіт ауылы Маңатай Қыстаубайұлы атындағы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Баяқ Әбдімүтәлі Темірбекұлы. Ұлы Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына орай ұйымдастырылған челлендж эстафетаны Тұрар Рысқұлов ауданының қазақ тілі мен әдебиет пән мұғалімдерінен қабыл алдым. Қараңғы түнде тау қалғып. Қараңғы түнде тау қалғып. Ұйқыға кетер балбырап. Даланы жым-жырт дел салғып. Түн басады салбырап. Шаң шығармас жолдағы, сыптырламас жапырақ. Тын шығарсың сен дағы, сабыр қылсаң азырақ. Эстафетаны Тараз қаласының қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдеріне жолдаймын. Біз Тараз қаласының қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдері Талас ауданындағы әріптестерімізден Абай атамыздың 175 жылдық мерейтойына орай өлең жырларын жатқа оқу эстафетасын қабыл алдық. Сенде жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуелетеді ішіне қорық сақтап. Өзіңе сен,
өзіңді алып шығар. Ақылың мен еңбегің екі жақта. Қайғы келсе, қарсы тұр, құлай берме. Қызық келсе, қызықпа, оңғақ берме. Жүрегіңе сүңгіде, түбін көзде, сонан тапқан шын асыл тастай көрме. Осы эстафетаны Шу аудандағы әріптестерімізге жолдаймыз. Біз Шу ауданының мұғалімдері, әріптестеріміз Тараз қаласының мұғалімдерінен челленджді қабыл алдық. Енді бұл челленджді барлық қазақ тілі мен әдебиеті пән мұғалімдеріне жолдаймыз. Өлсе өлер табиғат адам өлмес, ол бірақ қайтып келіп ойнап көрмес. Менімен менінің айырылғаным өлді деп ат қойыпты өнеге білмес. Көп адам дүниеге бой алдырған, бой алдырып аяғын көп шалдырған. Өлді деуге сияма айтыңдаршы, өлмей тұғын артына сөз қалдырған.